Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа менімен бірге мясо по-французски дайындауға кеңес беремін. Қажет құрамы төменде описанияға жазып қоямын. Ең алдымен фарш жасап алайық. Ол үшін тартылған ет және де жуа қажет. Жуаны ұсақтап турап, тартылған етке қосып араластыруымыз қажет. Ұсақ етіп екі жуаны турап алдым. Енді осы жуаны фаршқа салып араластырамыз. Осы фаршқа тұзын және қара бұрышын дәміне қарай салып араластырамыз. Мясо по-французски әркімде әрқалай дайындалады, бірақ мен осылай фарш пен жуаны араластырып алғанды ұнатамын. Мен өзім осылай дайындаймын. Міне осымен біздің фаршымыз дайын. Енді картопты дайындап алуымыз қажет. Қабығынан ашылып, осылай жуылып тазаланған картопты осындай үккіштен өткіземіз. Егерде бұндай үккіш болмаса, онда осындай етіп, жіңішке етіп, қолмен турап алуға болады. Фарш пен картоптың мөлшері бірдей болғаны ұнайды, сондықтан көбірек картоп салуға тырысамын. Барлығын осылай үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өтпеген осындай қалған бөлігін ұсақтап турап шығамыз. Енді осы картоптың үстіне 2 ас қасық майонез, дәміне қарай тұз бен қара бұрышты саламыз. Қара бұрышты кішкене ғана қосамын. Енді қасықтың көмегімен біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Енді барлығын формаға салып пісіреміз. Формаға ең алдымен фаршты, одан кейін картопты, қызанақты, ең соңында сырды саламыз. Осы сияқты форма қажет. Формамыз міндетті түрде шұңқыр болып келгені дұрыс. Ең бірінші дайын фаршты осылай салып, барлық жеріне біркелкі етіп жазып шығамыз. Фарштың үстіне картопты салып, біркелкі етіп жазып шығамыз. Одан кейін осы картоптың үстіне қызанақтарды домалақ етіп турап алып, қойып шығуымыз қажет. Менде қызанақ тоңазытқышқа, яғни морозильникке сақталған қызанақ, осыны пайдаланамын. Осындай домалақша етіп турап алып, бетіне қойып шығуымыз қажет. Сіздер балғын, яғни свежий қызанақтарды пайдалануға болады. Егерде сізде осындай тоңазытқыштағы қызанақ болса, тамаққа пайдаланардың алдында 10 минут бұрын шығарып қойған дұрыс. Одан кейін пайдалана беруге болады. Сонда осылай турауға ыңғайлы болады. Қызанақты осылай турап, барлық жерге қойып шығамыз. Сырды ең соңында пісерге 10 минут қалғанда саламыз. 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. 35 минуттай тұрды. Осындай 10 минут қалғанда сырды осылай бетіне сеуіп шығамын. Одан кейін пеште 10 минут тұрғаннан кейін аламын. Міне осымен біздің тамағымыз дайын. Енді кесіп дастарханға ұсынуға болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Тез дайындалады, әрі өте дәмді. Қияр және сәбіздің көмегімен осылай әсемдеп шықтым.
Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз.